Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, қадірменді Қазспорт телеарнасының көрермендері. Көкпардан бірінші әлем чемпионатының трансляциясын жалғастырамыз. Бәсеке алдында бүгін біз Бекболат Тілеухан ұлттық спорт түрлері қауымдастығының президентінен сұхбат алуды жөн санадық. Құрметті Бекболат Қанайұлы, өзіңізге мәлім, осы 21 тамыздан басталған байрақты бәсеке бүгін енді 20-ға жуық ойындардың қатары өтті. Талас тартысы өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Сонымен қатар Бекболат Қанайұлы осы көкпардан бірінші әлем чемпионаты жаңа ережемен жүріп жатқан жағдайы бар. Осы жайында сіздің пікіріңізді білгіміз келген еді. Енді бұл бірлі жекелеген адамдардың шешімі емес. Кезеген осындай бір үлкен жаңалықты шешімді қабылдаған кезде міндетті түрде үлкен кеңеске саламыз. Жалпы мына қазандық көкпар осы уақытқа шейін ойналып келген 2016 былтырға дейін, 2016 жылға дейін. Енді жалпы 11 жыл ойналды. 96 жылы осы нәрсенің басы басталды. 2001 жылы Астанада, бұны астын сызбай айтып отырмын. Астанада осы мәселе бойынша бір кеңес өтті. Кеңесте сол көрші ағайындардың ұсынысымен қазандық көкпарды ойнату мәселесі жаңағы күн тәртібіне қойылды да, дауыс беріп, сол қазандық көкпар қабылданған болатын. 2002 жылдан бастап ел чемпионаты осы қазанға шабатын көкпармен өтті. Өкінішке орай, сол соншама жыл ойналған ішінде өзін ұзақтай алған жоқ. Неге десеңіз, қазандық көкпарға Қазақстан мен Қырғызстаннан басқа ешкімді ойналған жоқ. Өзбекстанда, Тәжікстан, Ауғанстан, басқа елдер болса болмаса, уақыт елегінен өтпегеннен кейін қайттан кеңеске салдық. Сонда анау енді білесіз бе, көкпар енді біздің ұлттық мақтанышымыз, ерекшелігіміз, тек қана бұл қазаққа ғана тән дүние емес, бұл өзбегіңіз де, ауғаныңыз да, қырғызыңыз, тәжігіңіз бәрі ойнайтын сондай ойын ғой. Бірақ әлемге насихаты жүру үшін кейбір нәрседе жеңілдетуге мәжбүр болдық. Өйткені дамымайды бұл қалпында. Онда американдықтарға бергенімізде, американдықтар ештеңеге қараған жоқ. Кез келген нәрсеге жеңіл келетін сондай мобильный халық қой бұлар. Сонда бірден олар шеңбер сызып та шеңберге тастай бастады. Көрдіңіз бе? Содан туындаған ой, шынында да жеңілдету мақсатында осыны күн тәртібіне қойған кезде барлығы бір ауыздан тек қана қарсылық жасыратын жоқ, біздің өзіміздің ішімізден болды. Қазақстандық кейбір жаңағы осы мәселеге кіріскен азаматтардан, сосын Қырғызстандағы жаңағы әріптестеріміздің тарапынан осы қазандық көкпарды қалдырайық деген ұсыныс болды. Ал өзбегіңіз, венгріңіз, жаңағы тәжігіңіз, ауғаныңыз, америкаңыз, Мажарстан, Түркия, Әзербайжан барлығы бұл жерде бірден қолдады, қуанып кетті олар. Өйткені қазандықтың қасына келеді, бірақ сала алмай кетеді. Оның үстіне білесіз, қазандық көкпардың қаншалықты адамның денсаулығына, ағзасына қатерлігін. Көргенге әдемі сөз жоқ. Қазанға қарай шауып бара жатқан көзге көрініп тұрады. Оның бәрін есептедік, бұның бәрі есепке алынды, бұның бәрін өлшедік. Бірақ анау күнгі былтырғы жарыстағы 9 салымның 8-інде Серкемен бірге түсті ғой ойыншы. Атырау облысының шабандоздары. Бір önde Серкені тастамайды, өзі қазандықшы қоса түседі. Онысы иықпен баспен құлап жатыр. Қандыма милары шайқалып жатыр. Аттың сауыры кетті. Аттақты лазердің өзінің оң тізесінің кеткен себебі енді бір ғажайып жануар ғой, жарықтық лазер мысалы үшін. Соның оң тізесі кетіп мысалы үшін жарақат алған өзі кемтарлау мал қазір қандай ақылды керемет малымыз. Сол қазандықтың кесірінен болған нәрсе. Енді соны өлшеп, ортаға салып, бәрін таразылаған кезде осы бір ережеге келдік. Одан кейін этнографтардың тарапынан, енді бұл жерде тек қана спортшылар ғана емес, бұл көкпар дәстүр. Ол ата-бабамыздан келе жатқан, былайша айтқанда, бір аманат сияқты бір ойын. Сол кезде ортаға тастаған серке олжа. Олжаны біреудің қақпасына, біреудің қазанына салам деп таласпайсың ғой. Олжаны әркім өзінің ауылына тартады, өзінің шеңберіне, өзінің қазандығына тартады. Сол кезде ғалымдардың айтуында бұл көкпардың философиясына қайшы деді. Бірақ бұл жерде басқа нәрсе өзгерген жоқ. Жаңағы жекпе-жегі қалады, шабуылы қалады, жаңағы тартыс алдындағы жасалған, қаншама ақылдас жасалған ережелердің барлығы қалды. Тек қана ортаға тастаған серкені әркімнің өзінің ауылына тарту керек деген өте ақылға сыйымды. Бұл да кеңеске салынды, бұл да дауысқа салынды. Ешкім қарсы болған жоқ. Қырғызыңыз да, өзбегіңіз де, тәжігіңіз де, ауғаныңыз да бәрі де бұны қолдап шыға келді. Енді қарап отырсақ, мысалы үшін Крипгарник
Крит Гарник, американдық ойын. Американдық Крит Гарник. Осы чемпионатта 5 салым салды ма? Иә, 5 салым салды. 5 салым салды. Қазандықтың кезінде, қазандық болатын болса, мұндай неге бұл нәтижеге қол жетпейтін анық. Бірақ адамның нәтижеге жұмыс істеуі оны екілендіре түседі, оны қанаттандыра түсетін нәрсе. Сондықтан бұл жерден бір әрине кейбір қимай әтір көзіміз үйреніп қалды дегенде, бұл қазандық ата бабадан қалған дәстүр емес, бұл 11 жыл болған нәрсе. Әйтеуір бір қарсы бірдеңені айтып қалды, машық қылған, әйтеуір бір осындай нәрсені сөз қылып болмайтын нәрседен бір кедергі жасап жатқан кейбір сыңар жақ пікірдегілер жоқ, ол керемет еді, қазандық көкпар жақсы, әдемі екеніне дауым жоқ, бірақ айналайын адамның өмірінен, малдың қауіпсіздігінен ештеңе артық емес. Бұны біз әлемге тарату үшін осындай нәрсені оңайластыруға міндеттіміз. Осы орайда әріптестеріміздің ұсынысымен қабылданған дүние, оны жекелей Қазақстан бұған шешім қабылдаған жоқ. Бұны дауысқа салғанбыз. Тек қана сол екі ақ елдің жаңа жерде қарсылығы болды. Оның өзінде ішінара көп біздің өзіміздің қазақстандық әріптестер негізгі бастамашы болған, солар оңайластыру мақсатында. Енді қарап отырсыздар, көрдіңіздер. Қаншалықты нәрседе бұл жаңа ереженің ақталып жатқандығын, шынында оңайластырғанның арқасында қандай қызықты ойын болып жатқанына бәріңіз куәсіздер. Тамаша. Тағы бір екінші сұрағым осы жерде туындап отыр, Бекболат Қанайұлы. Байқасаңыз, мынау әлем чемпионатына қатысып отырған 12 команданың барлығын деңгейін салыстырмалы түрде 2013 жылы өткен Азия чемпионатымен салыстырғанда өсе түскен. Өсе түскен, сонымен мынау көкпардың жүйесін жақсы меңгерген соншалық, американдық кавбойлар 10 күн бұрын Астанаға келіп алды. Өте Нұрсұлтан өте жақсы аңғарып отырсың. Жасыратын жоқ, кез келген өзі бұндай жаңа жанданып келе жатқан жаңа насихат келіскен спортта легионерсіз болмайды. Қырғыз ағайындар мысалы үшін Түркия ойнап отыр, қазақтың балалары мысалы үшін Моңғолия ойнап отыр, тағы да венгрлардың арасында өзбектің жігіттері болуы мүмкін, қырғыз, қазақтың жаңағы көкпар шабандоздары болуы мүмкін. Бұл легионер дейтін нәрсе бұл әлемдік спорттың тәжірибесінде бар нәрсе. Бірақ биыл бұған барынша біз қатаң қарап жатырмыз. Алайда білесіздер, футболшылар бірде ана команда, бірде мына клубта жаңа жүреді ғой, ол дамыған нәрселерде. Бірақ көкпарда кейбір елдерде өздері дамытсын деген мақсатпен осында бір қатаң талаптар қойып жатырмыз. Бірақ көрдіңіздер, қазір өздері ойнап жатқан күннің өзінде қаншалықты дәрежеде бұлардың деңгейін, тақымға басу деңгейін, атты меңгеру деңгейін, жаңағы ауырынан алғанда ытырынып кету деген нәрселердің барлығы бұрын қазақ пен қырғыздың шабандоздарында болғанмен басқаларында тап бұндай дами қоймаған тұғын. Ал қазір Қытайдан келген, Ресейден келген, Тәжіктен келген азаматтардың жаңағы ат ойнатуы, ынта жігері, сосын жаңағы спорттық бір болады ғой, қызуғандылығының барлығы 4 жыл ішінде салыстыруға келмейтін дәрежеде өскен. Өздеріңіз қазір видеосын қарап көріңіздер, қандай дәрежеде өсіп жатқанымызды. Енді осының бәрі былайша айтқан кезде бұл жүйелі жұмыстың, азаматтардың осы ұжымдасып жасаған жұмыстардың арқасы. Бұл жерде біз әріптестерімізге көп рахметімізді айтуымыз керек. Тәжікте Махмади сияқты азаматтар бар, қырғызда Жырғалдар, мысалы үшін, Өзбекстандағы бауырларымыз. Бұлар кәдімгідей бірдеңені білгісі келіп, сұрап, алдын ала келіп. Енді американдықтардың өзі кез келген нәрсе бір түбегейлі келетін өзі ел ғой. Алдын ала 10 күн бұрын келіп, ойын алаңын құрып, оны зерттеп, аттармен тіл табысып, қалдаларына қантын салып, атпен дос болып деген сияқты осындай нәрселерді қараған кезде шынында жаныңыз сүйсінеді. Осылай өсе береміз. Ертең аманшылық болса, бұл шын мәнінде көкпар әлемге жайылатынына аманшылық болса, күмәндарыңыз болмасын. Тамаша. Бекболат Қанайұлы, енді тағы бір сұрақ туындап тұр. Өзіңіз білесіз, енді қос бірдей команда, енді Қазақстан мен Қырғызстан жарыстың бірінші күнінен бастап жақсы ұпаймен жоғары нәтиже көрсетіп келе жатыр. Енді 27 тамыз күні осы Астана төрінде финал өтеді. Сіздің болжамыңыз бойынша финалда кімдерді көріп қалуымыз мүмкін? Енді өзі белгілі, бет алыстарда белгілі, жаңағы сөздің басынан ақ байқап жатқан шығарсың, Нұрсұлтан. Өзі қиын қазандық көкпарға шапқан өзі екі ақ ел болды. Қазақстан мен Қырғызстан ғана, қалғандар қазандыққа шапқан жоқ. Баяғы дәстүрлі шапан көкпар дейді, шапан жайып жіберді, шеңбер сонда тастайды. Енді уақыт ақтаман деп айттық қой. Содан ақ белгілі осындай бір қиын көкпар шауып жүрген екі елдің шабандоздары, Қырғыз ағайын мен
біздің жігіттердің деңгейі анағұрлым жоғары. Дәуде болса финалда, аманшылық болса осы екі команда кездесіп қалатын шығар деп ойлаймыз. Тамаша. Сосын тағы бір байқап жатқан жағдайымыз, мынау биыл көкпар алаңында өзгере шығыпты. Бұрындары енді біз көкпарды алыстан көріп үйреніп қалған халықпыз ғой. Бұл жолы мына көкпардан бірінші әлем чемпионатында тура көз алдымызда алақандай болып көрініп тұрған жағдайы бар. Нұрсұлтан, әдемі байқадың, өте дұрыс айтасыз. Мынау өзі адам көкпар шапқан кезде жігіттер қан қызу, атырсылдап, жігіттер жаңағы эмоциямен әртүрлі жаңағы дыбыстап, айналып кеп, шықырып, осының бәрі бір көрерменнің жанын нұртына тығатын бір керемет, тамаша, ғажайып көрініс. Енді кез келген спорттың айналып келген кезде шоу екендігі түсінікті ғой. Шоу болу керек. Шында да қызығушылығын адам таныту керек. Сол мәселе келген кезде, бұрын білесіздер, бұның алдында бірнеше метр әрі қарай болған кезде алыстан бір нәрсені бажайлап қарап отырғанмен дәл қасында келіп, аттың ырсылдап, жігіттердің жаңқылдап, көкпар тартып, таласып, апыр-топыр болып жатқанын көрермен өзінің жан жүрегімен сезіп, жақыннан көрген кездегі эмоция да басқаша болады. Келешекте бұдан да бір жетілдіреміз деген енді арманымыз бар, бұйыртса оған да Құдай жеткізер. Жалпы мына бізде көкпардың тарихы қалыптасып келе жатыр. Тіпті ауылда жасыратын жоқ. Енді қаншалықты орынды бұны айтпауым. Бір көкпаршы баланың қынағаш атасы да көкпаршы, өз атасы да көкпаршы. Кейбірде ана керемет шабантоз жігітті көрген кезде менің қарындасым саған лайық деп, болмаса бәленбайдың қарындасын ал деген сияқты кәдімгі династиясы, көкпаршылардың династиясы құрылған. Біздің Күнгейде, Шымкент, Жамбылда осындай дүние бар. Көкпаршы қызын көкпаршыға беріп жатады. Одан туған тағы да көкпаршы болады. Өзі батырлықты ясы, батырлық қой көкпар. Ана додаға жүрегіңде төгің болмаса, андай-мындай бір осал адам додаға кірмейді. Аттың аты, азаматтың азаматы, айғырдың айғыры додаға кіріп кетеді. Бұған жүрегінде түгі бар адам керек. Бұл тек қана адамның арасында ғана болып жатқан нәрсе емес. Бұл жаңағы дәстүрдің жалғастығы, жаңағы ұрпақ сабақтастығы, эстафета деген сияқты аттың ішінде бар. Бүкіл Евразияда алдына жан салмаған, алдына жануар салмаған аттың төресі Лазер. Білесіздер, е? 23-те қазір. Алдында жарамай қалғанда тісінің бәрін адам бір стоматологтар ғой, соларға тісін салып, бломбы салып, ана өзіне шайнай бастаған соң қайттан құлпырып жасарып кеткен алтмал ғой. Өзінің бойында травмаларынан қазанға соғылып қалып, алдында оң тізесін сындырып, сіңір созылып кеткен жарақатына қарамастан шауып жүр. Ол қазір жекпе-жекке шығады, шеңбердің ішінде. Енді оның 7 жасар баласы бар, Байтөбел. Ол қорғаушы. Сол сияқты мынау аттың ғана, адамның ғана жаңа жерде дәстүр сабақтасы емес, аттың дәстүр сабақтастығы қалыптасып келе жатыр. Көкпарды аттың дайындау үлкен мәдениеті қалыптасып жатыр. Бұрын тек қана көбінесе қарабайыр, үлкен жуантық аттар шабатын болса, қазір мына ұшқыр ағылшын қанды будан осындай аттар дайындап, орнынан тырнып кететін. Әсіресе мына қырғыздың бапкерлері осы ат таптау мәселесінде енді керемет, оны мойындауымыз керек. Осындай нәрселердің қалыптасып жатуы ертең күні көкпардың үлкен шыңға шығатындығына бір дәлел сияқты дүние. Рахмет. Бекболат Қанайұлы, сұхбатыңызға көп рахмет. Алдағы енді жарыстарда тек қана сәттілік тілейміз. Рахмет. Қадірменді ағайын, біз трансляциямызды жалғастырамыз. Сөз кезегі комментаторларда. Ассаламағалейкум, қадірлі Казспорт телеарнасының көрермендері. Сіздердің назарларыңызда көкпардан бірінші әлем чемпионаты. Дәл қазір сұхбаттасқан әріптесіміз Нұрсұлтан Құдайбергенұлына және ұлттық спорт түрлері қауымдастығының президенті Бекболат Тілеухан мырзаға алғысымызды білдіреміз. Казспорт телеарнасының эфирінде бүгінгі таңдағы өзекті біраз мәселелерге жауап бергенін өздеріңізде тыңдадыңыздар. Сонымен бұл ойын Қазақстан құрамасы мен Мажарстан құрамаларының арасында өтеді. Ортадағы төрешілер Ақылбай Манкеев, қапталдағы төрешілер Ибрахим Түркмен, Зиябек Жеткеров және қуанышты көрдіңіздер. Қазір екі мемлекеттің әнұрандары, сосын ойында бастаймыз.
Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, қадірменді Қазспорт телеарнасының көрермендері. Көкпардан бірінші әлем чемпионатының трансляциясын жалғастырамыз. Бәсеке алдында бүгін біз Бекболат Тілеухан ұлттық спорт түрлері қауымдастығының президентінен сұхбат алуды жөн санадық. Құрметті Бекболат Қанайұлы, өзіңізге мәлім, осы 21 тамыздан басталған байрақты бәсеке бүгін енді 20-ға жуық ойындардың қатары өтті. Талас тартысы өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Сонымен қатар Бекболат Қанайұлы осы көкпардан бірінші әлем чемпионаты жаңа ережемен жүріп жатқан жағдайы бар. Осы жайында сіздің пікіріңізді білгіміз келген еді. Енді бұл бірлі жекелеген адамдардың шешімі емес. Кезеген осындай бір үлкен жаңалықты шешімді қабылдаған кезде міндетті түрде үлкен кеңеске саламыз. Жалпы мына қазандық көкпар осы уақытқа шейін ойналып келген 2016 былтырға дейін, 2016 жылға дейін. Енді жалпы 11 жыл ойналды. 96 жылы осы нәрсенің басы басталды. 2001 жылы Астанада, бұны астын сызбай айтып отырмын. Астанада осы мәселе бойынша бір кеңес өтті. Кеңесте сол көрші ағайындардың ұсынысымен қазандық көкпарды ойнату мәселесі жаңағы күн тәртібіне қойылды. Дауыс беріп, сол қазандық көкпар қабылданған болатын. 2002 жылдан бастап ел чемпионаты осы қазанға шабатын көкпармен өтті. Өкінішке орай, сол соншама жыл ойналған ішінде өзін ұзақтай алған жоқ. Неге десеңіз, қазандық көкпарға Қазақстан мен Қырғызстаннан басқа еш ойынды бастаймыз. Мажарстан құрамасы міне сіздердің алдарыңызда. Габор Кист, Истван Фавагос, Серф Андрес, Золтан Забо, Валентин Лакатос, Герго Вас, Фаркас Чемез. Сонымен қара Ори Балас, Бенже Истван және Серф Андрус. Міне осы тізімде. Ал Қазақстан құрамасының жігіттері сіздердің алдарыңызда. Жатқа білетін шығарсыздар деп ойлаймыз. Сонымен бірінші нөмірде Бақтыбай Шынқұлов, Атамекен Нұрстемов, Манарбек Дүйсенбеев, Аблайқан Нышанбек, Ермек Көбей, Нұржігіт Мырзабаев, Құлан Байтөреев, Темірхан Айтбаев, Асланбек Сайдулла, Александр Пупенко, Бағлан Шырмаев және Құлажан Тоғайбаев. Бас бапкер Қуанышбек Құрамаев мырза. Сонымен міне өздеріңіз көріп тұрғандай Атамекен Нұрстемов пен Александр Пупенко болды сіздердің назарларыңызда. Бәсекенің алғашқы секундтары басталды. Ортадағы төреші Ақылбай Манкеевтің ысқырығынан соң Аблайқан Нышанбек дәл қазір Серкен жерден көтеріп құлсарымен шабуылға баса көктеп шыққанын көріп отырсыздар. Бұл құрметті көрермен топтық кезеңдегі ең соңғы ойын. Қазақстан құрамасы егер дәл осы бәсекеде жеңіске жететін болса, онда ақтық финалға жолдама алады. Әрбір топта айналымдық жүйемен командалар кездесті. Сонымен Аблайқан Нышанбектің бұл алғашқы салымы болуға тиісті және салым, құрметті көрермен. Ойынның бірінші минутында Оңтүстік Қазақстан облысының Құлагер көкпар командасының ойыншысы, ұлттық құраманың 4-ші нөмірдегі шабуылшысы Аблайқан Нышанбек алғашқы есепті ашып бірінші салымды салды. Өте тамаша, жарайсың Аблайқан. Қазір таңда 23 жасар спортшы. Міне Қуанышбек Құрамаевтың шәкірттерінің бірі һәм бірегейі. Көрдіңіздер. Қуанышбек Құрамаев ұлттық құраманың бас бапкері, Жамбыл облысы Меркі ауданының тумасы. Өзде талай жыл көкпар шаққан, әулиатаның сапында командалық жүйеде өнер көрсеткен. Бірнеше жылдан бері осы ұлттық құраманың бас бапкері қызметін атқарып келеді. Қайталап көріністен Аблайқан Нышанбектің қалай салым салғанын көрдіңіздер. Жеке дара шығып кетіп, ешкімге бой көрсетпей, қарасын танытпай кеткен Аблайқан Нышанбек осылайша салым салды. Серф Андрас, Мажарстанның бас бапкері мінекесіздердің назарларыңызда. Сонымен дәл қазір қазақстандық төрттік алда озып келе жатқанын көріп отырсыздар және Асланбек Сайдулла қарагермен Серкені жерден көтеріп тақымға басып алды. Енді Серкені өзіне ыңғайлы етіп тақымға басқаннан кейін жаңа шабуылды бастайтын болады. Асланбек Сайдулла өздеріңіз көріп отырғандай Оңтүстік Қазақстан облысының ойыншысы, 1989 жылы туған шабандоздарының бірі. Ғани Ахметбаевтың ұлттық спорт мектебінің директоры, Оңтүстік Қазақстан облыстық төл шәкірттерінің бірі. Асланбек Сайдулла жеке дара шауып келіп, Серкені мәренің дәл ортасына тастап кетті. Ойынның 3-ші минутында өте тамаша. Жарайсыңнан басқа айттар жоқ. Асланбек Сайдулла шебер ойыншылардың бірі. Енді дәл осы ойынның қарқынынан
бастап-ақ біз ештеңені жасыруға хақымыз жоқ. Қазақстан құрамасы жеңіске жетеді секілді. Енді ештеңені алдын ала болжап айтуға болмас. Әліптің артын баққанымыз өзімізге жақсы, өйткені қазақ халқы арық айтып семіз шық дейтін халық қой. Сондықтан барынша алдын ала болжаудың қажет жоқ деп ұғынатынымыз жасырын емес, құрметті көрермен. Сонымен өз тобында Қырғызстан құрамасы қазір көш бастап келеді, және Қырғызстан Америка құрама штаттарымен топтық кезеңдегі соңғы ойындарын өткізеді. Көрермендердің арасында өздеріңіз білесіздер, еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін бар. Баршасы да қаным қазақ, жаным қазақ деп дәл осы көкпарға келіп отқан жайы бар, және тұңғыш әлем чемпионаты елімізде өткізілді, және көкпардың ережесі бойынша, яғни қазақстандық ереже бойынша бүкіл әлем бас ұрғанын осыдан аңғаруға болады. Александр Пупенко міне тамаша шабуылды бастады. Атының алқымына шығып қалған кезде мажарстандық спортшының құлап қалғанын көрдіңіз, және Александр Пупенкоға бұл жерде ешқандай да қарсылық танытылған жоқ. Александр Пупенко ойынның 4-ші минутында есепте еселеп 3-0-ге жеткізді. Әрбір минут сайын, яғни серкен жерден көтерген әрбір палуан салымда болып жатқасын, қанжығасының майланып жатқанын көріп отырмыз. Бұл жерде төрешінің тоқтатуға қақысы жоқ, өйткені мажарстандық 3-ші нөмірдегі спортшы Серф Андрас өзі шығып қалғанын көрдіңіздер. Міне баяулатып көрсетілген кадрда Александр Пупенконың тамаша салымын көрдік. Егер дәл жаңа әдейі қағатын болса, Александр Пупенко онда Ақылбай Манкеев тоқтатар еді. Міне сіздердің назарларыңызда Ғани Ахметбаев дәл осы бастапқы 2 салымды салған Асланбек Сайдулла мен Абылайхан Нышанбекті шығарған елімізге ең әйгілі құлагер көкпар командасының жетекшісі, ұлттық спорт мектебінің директоры Оңтүстік Қазақстан облыстық. Дәл осы Ғани Ахметбаевтан шыққан Бақтыбай Шырынқұлов, Абылайхан Нышанбеков, Нұржігіт Мырзабаев, Темірхан Айтбаев, Асланбек Сайдулла сынды жігіттер өнер көрсетуде. Бұл Бағлан Шырынбаевтың қазір тақымында. Серке Бағлан Шырынбаев, құрметті көрермен, өздеріңіз жақсы білетіндей, Нұрдәулет Момынов басқаратын Әулиеата көкпар клубының ойыншысы. Бағлан Шырынбаев бірақ Оңтүстік Қазақстан облысында туған. Сол Нұрдәулет Момыновтан шыққан талай жігіттерді дәл осы жерде өнер көрсетуде. Бұл Бағлан Шырынбаевтың салымы емес, тіпті өздеріңізде көріп отырғандай мәренің жиегіндегі бұл сызықтың астынан кіргісіз келіп еді, бірақ Серке өтпей қалған жайы бар. Сонымен, құрметті көрермен, сол Нұрдәулет Момыновтан шыққан жігіттерді де бір тізбектеп өтсек дұрыс шығар. Атамекен Рүстемов, Нұрдәулет Момыновтың туған інісі, аты бүкіл Қазақстанға мәшһүр болған Нәби Ақсақалдың кіші ұлы, Әулиеата сапында 2-ші нөмірде өнер көрсетеді. Ұлттық құрамада да 2-ші нөмірде Атамекен Рүстемов. Сонымен қатар Оңтүстік Қазақстанның тумасы Манарбек Дүйсенбиев дәл осы ұлттық құраманың сапында. Манарбек Дүйсенбиев те Әулиеата көкпар командасының ойыншысы бүгінгі таңда. Сондай-ақ бұл жерде Бағлан Шырынбаевты айта аламыз Әулиеата сапынан, және Нұрдәулет Момыновтың төл шәкірттерінің бірі осы Құлажан Тоғойбаев та ұлттық құраманың сапында өнер көрсетеді, құрметті көрермен. Сонымен бәсекені тамашалайтын комментаторларыңыз әдеттегідей мен Қайырхан Мәулен және менің әріптесім Аян Төлеген. И снова здравствуйте, уважаемые друзья, уважаемые телезрители телеканала К-Спорт. По традиции, практически всю эту спортивную неделю на нашем телеканале вы своими глазами могли наблюдать, могли болеть и, возможно, знакомиться с национальной игрой Кокпар. Это дебютный чемпионат мира, куда приехали гости из 10 стран, всего 11 стран-участниц. И сейчас сразу же я хотел бы представить Бағлана Шырынбаева, автора очередного гола в поединке против сборной Венгрии. Это уже 5-й по счету гол в составе казахстанской команды. Так вот, большая часть соревнований уже позади. Вкратце расскажу вам формат соревнований. Команды были разбиты на 2 подгруппы. И что уж скрывать, если в одной группе Казахстан, как на правах хозяев турнира, на правах одной из самых сильных команд, фаворитов соревнований, практически
всех побеждали с разгромным счетом, то в параллельной группе сборная Кыргызстана с аналогичными результатами расправляется со своими соперниками. Конечно же, отрадно видеть гостей из Венгрии. Из самого сердца Европы приехали наши друзья Кокпарши. И сейчас вы видите, как они тоже очень даже мастерски берут серьги в свои руки и забивают свой дебютный гол в поединке против сборной Казахстана на этом чемпионате мира. Героем становится серб Андрас. Так вот, гости приехали не только из Венгрии, это и китайские Кокпарши, и гости из Узбекистана, Кыргызстана, Турции и даже из Соединенных Штатов Америки. На самом деле очень большое представительство. И вы, если видели в начале трансляции, наш коллега Нурсултан Кудайбергенов записал интервью, поговорил и подняли они многие вопросы с президентом Ассоциации национальных видов спорта Бекбулатом Тлеухановым, депутатом Мажилиса парламента Республики Казахстан. Ну и мы знаем его как одного из главных фанатов национальных видов спорта в нашей стране. Так вот, очень много они проговорили именно о изменениях в современном кокпаре, о том, что сейчас вы видите, что маре это такой импровизированный круг, куда забрасывают серьги, забрасывают муляжи козла во время игры. Раньше вы знали, что на этом месте был казан. То есть такое вот тоже импровизированное сооружение высотой 1,5 метра. И, как сказал Бекбулат Тлеухан, на самом деле очень много травмировалось и спортсменов, и животных во время таких состязаний. Поэтому нет ничего дороже человеческой жизни и жизни наших братьев меньших. Поэтому решили пойти в ногу со временем навстречу цивилизованному миру, потому что кокпар не должен остановиться только здесь, на ипподроме Казанат, на этом чемпионате мира. Он должен идти дальше и завоевывать все больше и больше границ современной для нас независимой истории. Поэтому было вынесено на согласование и с помощью голосования все-таки решили остановиться на таком вот безопасном, но не менее зрелищном виде, как маре, как такой вот импровизированный круг. И, в принципе, есть уже и плюсы данного изменения. Те же американцы, венгры, которые, допустим, тяжело было им попасть в этот казан, они сейчас могут играть и при желании, при большом упорстве могут также забивать голы, и тем самым игра становится еще более острее. Сборная Казахстана, мы видим 5-й номер Ермека Кобея, одного из самых видных, одного из самых известных кокпарше в нашей команде. Очень давно он уже на виду у всех любителей национальной игры. И сейчас очередной гол приносит он для своей команды. На 14-й минуте аккуратно, точно, как это и полагается авторитетному и опытному игроку, он закатывает, точнее, забивает очередной гол и приносит очки в свою копилку. Құрметті көрермендер, дәл қазір есеп көрсеткіші бойынша 6-1 есепмен Қазақстан құрамасы алда келе жатыр. Сонымен қазір, құрметті көрермен, дәл осы бәсекелердің біз ақтық финалға жолдама алатын команданың ойынын сарапқа салып отырмыз. Қазақстан Мажарстан құрамасымен өнер көрсетуде. Венгриялықтармен Еуропаның жүрегінен келген расменде. Сонымен әзірге есеп көрсеткісі бойынша 6-1 есепмен Қазақстан құрамасы алда келе жатқаны түсінікті. Ал өз тобында дәл қазір Қырғызстан құрамасы топ бастап келе жатқанында айттық. Біз Америка құрамаштарымен Қазақстан құрамасының ойынын ертең өздеріңіздің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Сондай-ақ 3-ші орынға жолдаманы Монғолиямен ойнаған Тәжікстан құрамасы жеңіп алды. 3-ші орынның жолдамасын
Ол ойынды да Казспорт телеарнасы сіздердің назарларыңызға ұсынады міндетті түрде. Ал ертең сонымен қатар екінші, үшінші орын үшін ойын көрсететін командалардың ойынын көрсетеміз. Ол жерде Қытай Халық Республикасы мен Ауғанстан мемлекетінің құрама көкпар командалары бәсекелеседі. Сол бәсекеде үшінші орынға Тәжікстанға қарсы кім өнер көрсететіні анықталатын болады. Дәл осы ойынның өрнегіне қарап, қазір 16-шы минуты басталды ойынның, және Мажарстан құрамасы екінші салымды салып үлгерді. Есеп 6-2-ге осылайша жетіп отыр. Дәл осы бәсекеге қарап, құрметті көрермен, біз Қазақстан құрамасының ақтық бәсекеде екенін айта аламыз. Истба Бенче дәл қазір екінші салымның авторы атанып отыр Мажарстан құрамасының сапынан. Көрермендер өздерін көкпар алаңындағы үлкен экраннан көрген кезде расменде өз эмоцияларын жасыра алмай қалып жатқаны түсінікті жағдай. Десек те, көрермендердің арасынан біз көбінесе жастарды, балаларды көріп өте көп қуанамыз. Құрметті жанкүйерлер, Казспорт телеарнасының көрермендері, сіздердің де жүректеріңіз лып ете қалатыны бізге белгілі сияқты. Өйткені еліміздің болашағы осы жас өрендер, болашақ Қазақстанның намысын қорғайтын жігіттер осылардың арасынан шығуға тиісті. Сондықтан да бүгіннен бастап қанда бар қасиетті одан сайын жарқыратып шығару біздің қолдағы дүние, және сол көрермендердің арасында болашақ ұрпақтарымыздың отырғаны бізді қуантады. 7-ші нөмірдегі қазір Чемез Фаркас Серкені алдына өңгеріп, тіпті тақымға баспай алып келгенін көріп отырмыз. Осында кішкене Қазақстан құрамасының жігіттерді өте ерекше қорғанысты өнер көрсетуде. Үшеуі қапталдан апарып мәреге жақындатқанымен Темірхан Айтбаев 8-ші нөмірдегі бұл шабуылды тойтарып тастады. 3-ші нөмірдегі Манарбек Дүйсенбиев Чемез Фаркастың қолындағы Серкені жұлып алуға тырысқанымен соңына дейін жеткізбеген көрдік. Ал Нұржігіт Мырзабаев пен Темірхан Айтбаевтар 7-ші нөмірдегі Фаркас Чемезді серкесімен қосып ойын алаңның сыртына шығарып жіберді. Енді ортада жекпе-жек сайысы Бақтыбай Шырынқұлов шыққан секілді. Астында Намыскөк дейтін сәйгүлік Истба Бенчеге қарсы өнер көрсетуде. Истба Бенченің астындағы күрең қасқада әжептеуір Намыскөкке қарсы тұрып атқан көріп отырмыз. Қараңыздаршы, 4 аяқтап кәдімгідей шеңбердің ішінен шыққысы келмейді. Ал Намыскөк осы еліміздегі ең мықты жекпе-жек аттарының бірі. Әрине енді лазердің ізін басып келе жатқан сәйгүліктердің бірі десек, оған ешкімнің реніші жоқ шығар. Өйткені қазақтың намысын көтерген сәйгүліктердің бірі абсент болса, одан кейін сол абсенттің ізін жалғаған лазер екені даусыз. Бұл Бақтыбай Шырынқұловтың салымы болуға тиісті. Намыскөктің жылдамдығы да өте тамаша екені көрініп тұр. Жекпе-жекте де әдемі көрсетеді. Қарсыластарын өткізіп жіберді. Қазір қағып Бақтыбайға әріптестер жолды ашып бергені көрдік. Осылайша Бақтыбай Шырынқұлов 1981 жыл туған құлагер көкпар командасының сапын өнер көрсететін ойыншы. Есепті еселеп кетті. Ойынның 19-шы минутында Бақтыбай Шырынқұлов жекпе-жектен алған олжасын өз мәресіне әкеп тастады. Өте тамаша. Мінекей, сіздердің назарларыңызда оңтүстік Қазақстан облысынан келген осы көкпаршы қауымды көріп отырмыз. Өз өңірінде Ореке дейтін атпен белгілі болған жаппай көкпардың палуаны сіздердің назарларыңызда болды жаңа ғана. Сонымен Бақтыбай Шырынқұловтың бұл керемет салымының қайталап көрінісін назарларыңызға біздің режиссерлар ұсынып отыр, және қандай тамаша көрініс екенін көріп отырсыздар. Міне командалық әріптестері әдемілеп тұрып мәрені босатып берді, олжасын мәреге кеп тастап есепті еселеді. Төрешінің ысқырығы естілді. Бұл бәсекенің соңғы секундтары болатын, және ұзақ ысқырықты да біз құлағымыз шалды. Демек, бірінші кезең өз мәресіне жетті деген сөз. Көкпардан бірінші әлем чемпионатының 25-ші ойыны дәл осы ойын Қазақстан Республикасының құрама көкпар командасы мен
Венгрия Республикасының құрама көкпар командасының арасындағы бәсекеде бірінші кезеңнің қорытындысы бойынша 7-2 есебімен Қазақстан құрамасы алға озып келе жатыр. Алғашқы 20 минуттық өз мәресіне жетті. Екінші кезеңде көкпаршылардың аттары сүрінбесін, жігіттерге Құдай қуат берсін деген тілек жолдаймыз. Ең қызықты салымдар, тартысты бәсекелер бірінші кезеңде болған. Сіздердің назарларыңызда. Казспорт телеарнасының енді ғана қосылған көрермендер болса айта кетейік, бұл көкпардан бірінші әлем чемпионатының топтық кезеңдеріндегі Қазақстан құрамасының өткізіп жатқан соңғы ойына. Дәл осы ойыннан кейін Қазақстан құрамасы финалда ақтық кезеңде өнер көрсетеді. 7-ші нөмірдегі ұлан Байтөреев қазір Серкені жерден көтеріп алып кеткен. Одан кейін Нұржігіт Мырзабаев Серкені өз тақымына басып алды, яғни Серкені Нұржігітке ұзатты. Ұлан Байтөреев. Сонымен қазір Нұржігіт салым салар мекен, әлде командалық әріптестерімен алдағы ойынның тактикасына біраз жұмыс істейме? Иә, солай сияқты. Қазір ермек көбей жұлып кетті Нұржігіт Мырзабаевтан. Бәсекенің басында біз Қуан Құрамаевтың бұл ойынға қарағанда келесі ойынға көбірек дайындалыңдар дейтін пәрмен естіп қалдық. Сондықтан расымен де жігіттер біраз аттарын жүргізіп суытып нағыз бабына келістіріп алуға тиісті. Өйткені 27 тамыз күні, құрметті көрермен, 27 тамыз сағат 16:00, яғни түстен кейінгі 4-те, қайталап айтайық, түстен кейінгі 4-те Астана уақытымен Қазанат атшабарында 3-ші орын үшін бәсеке өтеді, ал 5-те финал, соңғы сын. Одан кейін жабылу салтанаты мерекелік кешпен жалғасуға тиісті. Ал 28 тамыз күні сағат 11-де дәл осы Қазанат атшабарында осы әлем чемпионатының той ретінде өзі бір қазақ 30 күн ойын 40 күн тойын жасаған қалыппыз ғой. Сондықтан жаппай көкпардан Астана қаласының желкесіндегі Қазанат атшабарында үлкен сын болады. Сол жаппай көкпарға келіп той-думанға қатысуларыңызды шақырамыз. Сонымен құрметті көрермен, 27 тамыз күні сағат 4-те өздеріңізді Қазанат атшабарында күтеміз. Және Казспорт телеарнасы соңғы 2 ойынды, яғни 3-ші орын үшін болатын кездесумен ақтық бәсекені тікелей эфирде көрсетеді. Сондықтан егер Астана қаласына келе алмайтындай жағдайларыңыз болса, онда Казспорт телеарнасы әрбір шаңырақта қосылып тұрсын дейміз. Өйткені жаны қазақ, қаны қазақ әрбіріміз дәл осы бәсекені тамашалауымыз керек деп ойлаймыз. 5-ші нөмірдегі Ермек Көбей қазір Серкені тақымға басып алды. Қазақстан құрамасының жігіттері ақтық бәсекеге кішкене ең соңғы жаттығуларын пысықтап жүрген секілді. Біздің көзге солай көрінеді, сіздерге де солай шығар, құрметті көрермен. Өйткені бір-біріне Серкені ұзатып, жерге тастап кетіп, қайтадан іліп кетіп деген сияқты көп сындарды көрсетуде. Ермек Көбей міне Манарбек Дүйсенбиевке Серкені ұзатып берді. Манарбек Дүйсенбиев астындағы жирен қасқасымен, күрең қасқасымен, яғни Серкені тақымға басып, бұл жолы шын шабуылға шыққан секілді. Аттың тізгінін тартпайды, өйткені ал мәрекеде жақындап қалған сәтті. Ұшқырын қараңыздар, мына сәйгүліктің өте тамаша. Бұл салым болуға тиісті. Иә, керемет. Мәрес сығының үстінен әдемілеп тұрып тастап кеткен бұл Манарбек Дүйсенбиев, құрметті көрермен. Манарбек Дүйсенбиев 1976 жылы туған.
шабандоздардың бірі, жасы 40-қа таяды бүгінде. Сонда да белі бекем, қолы мықты бұл балуанның. Қазір таңда Әулиеата сапында өнер көрсетеді. Үзеңгіден оңай шығып кетсе де Серкені тақымға басып алғанын көрдіңіз. Осылайша барлығынан оқ бойы озып шығып, астындағы қасқамен дәл мәренің үстіне әкеп Серкенің тамаша тастап кетті. Қалай Серке балық сияқты бұл жерде ортастап барып мәренің дәл ортасына түсе қалғанын көрдік. Ойынның 25-ші минуты, есеп 8-2. Қазақстан құрамасының жігіттері алда. Тағы да Серкені біздің жігіттер көтерген сияқты, бірақ Асланбек Сайдулла бұл Серкені алмауға ұйғарған. Өйткені дәл осындай жағдайда егер бір көкпаршы ала алмаса, онда екіншісі келіп іле-шала жұлып кету керек. Бұл көкпар ойынның тактикасы, ережелерінде бар дүние. Сондықтан Асланбек Сайдулла дәл осы жерде жігіттердің жаттығын тағы бір пысықтағыса келген сыңайлы. 9 нөмірдегі Асланбек Сайдулла құлагер көкпар командасының ойыншысы. Астында Қарагермен қайтадан Серкені өз тақымына басты. Өз мәресінің түбінен алшақтап, қарсыласының туына қарай біраз шауып барды да, қайтадан жаңа шабуылды ұйымдастыруға бекінген сияқты. Асланбек Сайдулла қазір Серкені тақымға басып, аттың жылдамдығын қосып шауып келетті да, Серкені күтпеген жерден жерге тастап кетті. Оны әдемі түсіне қалған Темірхан Айтбаев қазір Серкені жерден іліп, тақымына басып алды да, жаңа шабуылды ұйымдастыруға бекінген сияқты. Темірхан Айтбаевтың тақымында Серке бұл ойында расымен де жігіттер жан беріп, жан алудан алшақтау. Өйткені барынша тактикалық ойынды, жүйелі командалық ойынды қойып алуға тиісті. Ауыздығымен алысып, астындағы Темірханның аты да жүйткей жөнелді. Командалық қарсыластарынан оқ бойы озып шығып, дәл мәренің ортасына бұл Серкені тастап кетті де, есепті 9-2 жеткізді. Ойынның 27-ші минутында. Өте тамаша. Темірхан Айтбаев 1982 жылы Оңтүстік Қазақстан облысында туған палуан, Төле би ауданында. Және құрметті көрермен, осы трансляцияның басында ұлттық спорт түрлері қауымдастығының президенті Бекболат Тілеухан Қанайлы ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан бұл дәстүрлі ойын екенін атап өтті. Оның нәтижесінде біз осындағы көптеген жігіттерді, көптеген тіпті аттарды тізбектеп тұрып айта аламыз. Мәселен, 2-ші нөмірде өнер көрсетіп жүрген Атамекен Рүстемовтің әкесі Нәби Момынов Жамбыл облысындағы бүкіл Қазақстанға атышулы көкпаршылардың бірі болған. Оның баласы Нұрдәулет Момынов шапты. Әлі күнге дейін шауып жүр Әулиеатаның сапында. Ұлттық құрамада қаншама жыл капитан болып, осы ұлттық құраманы алға оздырған жігіттердің бірі. Соның інісі міне Атамекен Рүстемов те шауып келе жатыр. Және Нәби Момыновтың әкесі, арғы аталарының баршасы да осы ат жалын тартып көкпар шаққан қазақтардың қатарында. Оны біз айта аламыз. Және осы Әулиеата сапында тағы бір өнер көрсететін Лазер дейтін атақты сәйгүлік бар. Сол Лазердің баласы Байтөбел қазір Атамекен Рүстемовтің астында. Ол да осы көкпар шауып жүр. Бірі көбінесе жекпе-жекте өнер көрсетсе, енді баласы қорғаныста, шабуылда, әмбебап аттардың бірі болды. Осылайша өнер көрсетіп жүрген аттар өте көп. Оны біз жақсы білеміз. Құлагердің сапында өнер көрсететін Бөдене де осындай атақты аттардың баласы. Сондықтан әкелі балалы аттар да осындай үлкен додаларда бір команданың, бір елдің намысын қорғап жүргені әрине қуантады. Александр Пупенко мәреден өтіп барып қайтадан Серкені салуға тырысқан, бірақ тырысқан деп айтуымыз ағаттық шығар. Командалық әріптесі міне Атамекен Рүстемовке ұзатты. Жаңа ғана біздің сөзімізге сүйеу болған Байтөбел дейтін өте күшті сәйгүлік осы. Өзінің қаншалықты күші агрессиясына қарамастан басы қайым.
Атамекен Рүстемовпен өте жақсы түсінеді. Атамекен қазір Серкені қайтадан жерге тастап кетті. Бұл кезде Александр Пупенко Серкені жерден көтеруге тиісті тактика бойынша, және ол көтерді де қарсыластарына Серкені сыйға бере салған. Көріп отырмыз, 4-ші нөмірдегі Забозолтан дейтін азамат қиқулап шауып бара жатқан көріп отырмыз, және жүзінде қуаныш бар. Әрине, сыйға алған қандай затты болсын, сыйға алған кезде адам қуанбайтыны жоқ шығар. Сондықтан Золтан Забоның да еріксіз езуіне күлкі үйірілді. Тиісінше ойынның 30-шы минутында мажарстандық спортшы бір салымды болды. Және қарсыластары болса да мінекей Құлажан Тоғайбаевтың, Атамекен Рүстемовтың қолын алып, шіркін Забоның қуанып жүргенін көріп отырсыздар. Бұл жерде өздеріңіз көріп отырғандай Байтөбел мен Лазер екеуі қатар шауып келе жатқанын да байқап қалдық. Өте тамаша, құрметті көрермен, мұндай жетістіктер көкпардың тарихы қалыптасып келе жатқанын бізді аңғартады. Көкпардың тарихы қалыптасып келе жатыр дейтінді. Әрине, біз ағат түсініп қалуымыз мүмкін. Көкпардың тарихы ежелден бар. Қазақ болғаннан бері көкпар бар. Десек те, бүгінгі жаңа заманауи көкпардың ережесі қалыптасқан, ұлттық спорт түрлері қауымдастығының жұмысы бар, халықаралық федерацияның еңбегі еленген жаңа заманның, жаңа көкпарының тарихы қалыптасып келе жатыр деп айтқанымыз абзалырақ шығар. Ұлан Байтөреев, міне сіздердің назарларыңызда Серкені тақымға басып, тағы бір салымда өз командасының қоржынына салуға асығып келе жатқан сыңайлы. Ұлан Байтөреев шабуылға шықты, барлық қарсыластарынан оқпай оза шықты, тіптен тартыс өте аз. Бұл әрине салым. Ұлан Байтөреев кезекті рет салымды болып отыр. Есеп онда 3. Ойынның 33-ші минутында Ұлан Байтөреев өзінің қанжығасына тағы бір олжаны байлап алды, құрметті көрермен. Бұл әлем чемпионатындағы бәсекелер өте тартысты өтіп жатқан ақиқат. Аттардың дайындығы да, жігіттердің күші де өте мығым. Қазақстан құрамасының өзі 3 рет оқу жаттығу жиындарын өткізді. Мамыр айындағы Қазақстан Республикасының чемпионатынан кейін бірден Қуанышбек Құрамаев дайындықты бастап кеткенін жақсы білесіздер. Сондықтан маусым, шілде, тамыз, мамырдың аяғы бар 3 ай толыққанды Қазақстан құрамасының аттары да, адамдары да жаттықты. Жемге қойды, бабын келістірді, суытты аттарды баршасын. Солайша қазір ойынға араластырып отырған жай бар. Қазір ойын алаң сыртынан шығып кетпесе болғанына, ойын алаң сыртынан шықты ғой өзі, бірақ Серкені тастап кетті. Мұнысы да жөн болған сыңайлы. Енді қайтадан Серкені өзінің тақымына басуға тырысқанымен 3-ші нөмірдегі Серф Андрас, әлде Андрас, Серкені өз тақымына басып алғанын көріп отырмыз. Серкенің артын көтеріп, өзіне ыңғайлы етіп отырып алды. Қаражал тордан күреңге Серкені ұзатуға тырысқанымен мұндай әрекеттерінен ештеңе шықпағанын көрдік. Ат тұяғының астында жаншылып Серке жатыр, ешкімнің еңкеуге құлқы жоқ сыңайлы. Мұндай жағдайда егер 1 минуттың ішінде Серке жерден көтерілмесе, онда төреші ойынды тоқтатуға мәжбүр. Дегенмен Қазақстан құрамасының жігіттері, атап айтқанда Бақтыбай Шырынқұлов Серкен жерден көтеріп алды. Ортада жекпе-жек сайысы ойын алаңның сыртына шығып кеткеннен кейін Бақтыбай осы қара кірмей қайта шығатын сияқты жекпе-жекке. Оны да қазір біз көретін боламыз. Ортадағы төреші Ақылбай Манкеевтің ысқырығы естілді. Ортада жекпе-жек басталды. Бақтыбай Шырынқұлов қара кірмен қайта шықты. Оның қарсыласы Чемес Фаркас. Чемес Фаркастың астындағы күрең қасқа тірескен жоқ. Теке тіресті көре алмадық. Бақтыбай Шырынқұлов Серкені тақымға басып, шабуылға шығуға дайын тұрған сияқты. Мінекей өздеріңіз көріп отырғандай
тізгінді босатып, сауырға қамшыны басып, бауырдан тебіне қап, Серкені тақымға басқан күйі дәл мәренің үстіне келді. Бірақ аттың екпінімен Серкенің алдыңғы сирағы мәре сызығының межесінен өтіп кеткен сыңайлы. Қазір қайталап көрінісінде өздеріңізге көрсететін боламыз. Иә, расымен сызықтың тура үстінде Серкенің алдыңғы сирағы тұрып қалған екен. Ереже қатал, сондықтан ортадағы төреші Ақылбай Манкеев бұл салымда жаратқан жоқ. Александр Пупенко емес, Бағлан Шырымбаев. Бағлан Шырымбаев Серкені тақымға басты. Торы тұлпар алғызда. Бағлан Шырымбаев Серкені жерге тастап кетші деген сыңайлы сұраныстардың шығып жатқанын біз естіп отырмыз. Бақтыбай Шырынқұловқа тастап кетті. Бақтыбай Шырынқұлов Серкені жерден көтерді. Осылайша жоқ, әлі көтеріп үлгермеген екен. Шабуылға шығуға дайын сияқты. Бақтыбай жаңағына өзі салмаған олқылықтың орнын толтыруға барынша мүдделі. Пұшайман күйдегі Бақтияр Серкені тақымға басты да Қарагердің тізгінін жіберіп, сауырға қамшыны басып, қараңыздаршы, қалай алға қарай зулап бара жатыр. Жалғыз өз Серкеге келетін сияқты, алдында тұрмады да қарсыластары. Өйткені бұл жылдамдыққа көлденең көк атты болып шыға қалса, онда өте қауіпті жағдай орын алар еді. Бақтыбай Шырынқұлов есепті 11-3-ке жеткізіп отыр. Ойынның 38-ші минутында. Бәсекенің аяқталуына небәрі 2 минут қана уақыт қалды. Бақтыбай тағы бір салымның авторы атанып отыр. Бұл ойында жеңіске жетті. Сонымен құрметті жанкүйерлер, Қазақстан құрамасының жеңіске дейтін бір қадамы құтты болсын. Ақтық бәсекеде өнер көрсететін болады. Финалдық ойында Қазақстан құрамасының өнер көрсететін көптеген жанкүйерлер топшылағаны айғақ. Соқыр жеребенің нәтижесінде Қазақстан құрамасы мен Қырғыз құрамасы екі топтың фавориттер саналатын осы әйгілі қазақ пен қырғыз екі топқа түсіп қалды. Бұл расымен де соқыр жеребенің нәтижесінде, оған өзім жеке куә болғанмын, құрметті көрермен. Осылайша енді екеуі осы ақтық бәсекеде жолдама алып сынға түсетін сияқты. Бүкіл жұрттың күтіп жүрген ойыны да сол болса керекті, оны көретін күнде алыс емес. Егер қырғыз-қазақтың арасындағы өте тамаша ойынды көргілеріңіз келсе, онда 27-ші тамыз күні сағат түстен кейінгі 4-те Қазанат атшабардан табылыңыздар, құрметті көрермен. Егер Астанаға келе алмайтын жағдай болса, онда Қазспорт телеарнасы сіздер үшін жағдай жасайды, тікелей эфирде көрсетеді. Александр Пупенконың салымы ойынның 40-ші минутында, бұл осы бәсекенің ең соңғы салымы болған сияқты. Осылайша есеп 12-де 3, құрметті көрермен. Ойынды аяқтауға да төреші асығып тұрған шығар, өйткені бәсекенің екі кезеңіне берілген 40 минут осылайша өз мәресіне жетті. Александр Пупенко осылайша соңғы салымда салғанын көріп отырмыз, құрметті көрермен. Міне қайталап көріністен Александр Пупенко еңкейіп тұрып Серкені жерге тастап кетті де, нәтижесінде 12-ші салымды өз қоржынына басты. Сонымен Қуан Қазақ абыройыңды асқақтатар ұландарының баршасы да ақтық бәсекеде елдің намысын, сіз бен біздің намысымызды қорғайтын болады. Сол күнге жетейік. Сонымен осымен көкпар бағдарламасы өз мәресіне жетті. Екі ойындағы, яғни ойын барысындағы екі кезеңдегі ең тартысты сәттер сіздердің назарларыңызда. Қазспорт әрім шаңырақта қосыл тұрсын ағайын.